Мешітке келіп, 5 уақыт намазын оқып, хадис тыңдап, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмір баянын естіп жүрген бауырларымызға айтар едім. Көшедегі әлі мешітке келе алмай жатқан адамдарға, намазын оқи алмай жатқан адамдарға біз өте жұмсақ болуымыз керек. Өйткені қараңызшы, сіз пайғамбардың өмір баянын естіп жатсыз, саллаллаху алейхи вассаламның. Ол өзіне зиян берген адамдарға қандай жұмсақтық қылғанын естіп жатсыз. Сіз енді соны өміріңізде қолдануыңыз керек қой. Ал оны естіпеген адамдарға барып, біз дөрекі сөйлегеннен кейін, бұл мешіттің ішінде осындай нәрсе үйретіледі екен деп түсінеді. Әсіресе мешітке анда-санда келетін адамдар болады. Соларға сіз өте жұмсақ болуыңыз керек. Өйткені қараңыз, бір рет келген адам сіздің осы жердегі сіздің оған жасаған мәмілеңізбен қайттан мешітке келгісі келіп тұратын болады. Не болмаса мешітке келгісі келмей қалатын болады. Сіздің бір мәмілеңіз сол нәрсені шешіп тастауы мүмкін да. Айтады ғой, кейбір адамдар айтады, мешітке қойш барғым келмейді дейді. Мешіт жаман емес, оның ішінде отырған адамдар жаман дейді. Өйткені біз ол адамға дұрыс мәміле жасамағанымызда. Өзіңіз ойлаңызшы, сонда сіздің сонша хадис тыңдап, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмір баянынан сондай үзінділер тыңдап, содан кейін шығарған нәтиже осы болды ма? Адамдарды келеке мазақ қылып, келіп бата бер дейсің, ол бата бере алмаса, бата бере алмайсың деп мазақ қылып, Құран оқи алмаса, оны мазақтап, үйренген нәрсеңіз, шығарған нәтижеңіз сол болды ма? Мынаны айтқым келеді, қараңызшы. Мен үйіме қонақ келсе, кез келгенімізге, үйіңізге қонақ келсе, сіздің қонағыңызға бір адам көшеден келіп, деп айқай салып, ұрыс шығарса, ренжітсе, сіз өкпелейсіз ғой, менің қонағыма неге сен сондай нәрсе жасап жатсың деп. Енді ойлаңызшы, мешітке келген адам, мешіт Алланың үйі. Анда-санда болса, жылына бір рет шығар, бір адам кірді ма, демек ол Алланың қонағы. Тіптер, ал Алланың қонағына ауыр сөйлеуге болмайды. Омен ұрсуға, оған жаңағы қисық сөздер сөйлеуге болмайды. Оның көңіліне тиетін сөздерді айтуға болмайды. Өйткені ол Алланың қонағы. Сол үшін ағайындар, мешітке келген адамға өте жұмсақ қарым-қатынас жасау керек. Екінші рет ол осы мешітке барғысы келіп тұратын жағдайға жеткізу, не болмаса мешіттің бетін көргісі келмей қалатын жағдайға жеткізу біздің мәмілемізбен қатты байланысты да жігіттер.